Армысыз ағайын. Нұрлы жер жаңа мемлекеттік бағдарламасы таныстырылды бүгін үкіметте. Бұл әзірге тұжырымдамасы. Демек құжат әлі де толықтырылып өзгертілуі мүмкін, бірақ сізбен біз үшін жағымды жаңалықтар бар. Ол туралы бүгін еліміздің ұлттық экономика министрлігі құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы Мархабат Жайымбетұлы мырза айтып береді. Мархабат Жайымбетұлы, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Енді бүгінгі күннің бас тақырыпты осы ғой. Жер мәселесі, тұрғын үй мәселесі, көптің алаңдатып жүрген, жұрттың бас ауруына айналған баспана мәселесін шешудің тағы бір жол табылды. Бүгінде Қазақстанда 2.400.000 адам баспанаға мұқтаж екен. Енді осы азаматтардың бұл мәселесін қалай шешіледі осы бағдарлама арқылы? Енді айта кету керек, бұл бірінші рет осы ұзақ мерзімді 15 жылға арналған кешенді жасалып отқан бағдарлама. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бізде тұрғын үйге мұқтаж 2.400.000 адам бар. Мысалы, тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін кезекте тұрғандар. Айта кетсе, ол мына 1.300.000 ол мына 10 сотық жерге кезекте тұрғандар. 700.000 ол мына тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің жаңағы салымшылары, және 400.000 аса ол мына жеке пәтерге тұрған, кезегінде тұрған азаматтар. Енді осылардың бәрі біраз 15 жылдың ішінде біраз жаңағы мәселе, осы тұрғын үй мәселесі шешіледі деген үлкен бағдарлама жасалып отыр. Айта кету керек, енді жаңағы бағыттарын естідіңіздер, 5 бағытта жаңағы жерде жұмыс жүреді. Енді ең үлкен басым бағыты деп айтуға болады, ол мынау азаматтарға 10 сотық жер беріп, жаңағы инфрақұрылымды жеткізіп, мынау үлкен құрылыс алаңын айналдыру мемлекетімізде. 15 жылдың ішінде осы 10 сотық жерге 630.000 адам тұрғын үй салады, жеке тұрғын үй салынады, азаматтарға жеке тегін 10 сотық жер берілетін болады. Бұл салада айта кету керек, өзі бағдарлама бағытталған қаржылар 1.800 миллиард теңге болатын болса, соның 1.200 миллиард теңгесі, яғни жыл сайын 80 миллиард теңге осы инфрақұрылым жеткізуге бағытталып отыр. Оның ішінде мысалы 80 миллиардтың 50 миллиард көп қуатты тұрғын үйлер болатын болса, салуға, 30 миллиарды оны жеке тұрғын үй салуға. Оның ішінде біздің есебіміз бойынша жыл сайын 42 мыңдай жаңағы жеке тұрғын үй салынатын болса, соның 10-12 мыңы мына облыс орталықтарында, және 30 мыңдайы ауылдық жерлерде, аудан орталықтарында, жаңағы үлкен қалалардың жанында салынатын болады. Енді бұл жерде бүгін бір үлкен осы бағыттағы бір үлкен бір пилоттық жаңағы жоба жасалынды. Оны Ақтөбе қаласының ұсынысы болды. Тұрғын үй құрылыс комбинаттарының өнімдерін пайдаланып, шаршы метрін 100.000 теңгеден асырмайтындай қылып, жаңағы сәулеттік келбеті сақталатындай облыс орталықтарының бір жаңағы мөлтек аудандармен жаңағы үйлер салу мәселесі көтерілді. Бұл барлық әкімдіктермен қазір қолдау тауып отыр. Болашақта біз мысалы облыс орталықтарында ауылдағыдай емес, 2 қабатты, 1 қабатты, 100 квадратпен, 100 шаршы метр мен 200 шаршы метрдің ортасындағы үлкен зәулім келбетті үйлер салуға жаңағы мүмкіншілік алып отырмыз. Бұл жерде нақтылап кету керек шығар, осы пилоттық жоба барлық өңірлерде, барлық облыстарда жүзеге асырыла ма, жоқ әлде белгілі бір өңірлерде ме? Енді барлық облыс орталықтарында жүзеге асырылады деп отырмыз, Алматы, Астана қаласынан басқа. Өйткені Алматы қаласында бас жоспар бойынша жеке тұрғын үй салуға жер жоқ. Мысалы Астана қаласында да 115.000 мысалы кезекте тұр, дегенмен бас жоспар бойынша жеке тұрғын үйге жер жоқ. Ал бұл жерлерде көп қуатты тұрғын үйлер көп салынатын болады Алматы, Астана қаласында. Ал енді жаңағы облыс орталықтарында деп отырмыз, 14 облыс орталығында жаңағыдай пилоттық режимде жобалар салынатын болады. Бірінші кезекте осы тұрғын үй құрылыс комбинаттарының өнімдері пайдаланатын болады. Мұнан басқа қосымша біз сумен, республикалық бюджеттен сумен светке, электроэнергияға желілерін тартуға қаржы бөлінетін болады. Қалған басқа коммуникациялар, мысалы газ дейміз, кәріз жүйелері, сосын жол, жергілікті бюджеттерден болатын болады. Енді айта кету керек, жыл сайын 80 миллиард теңге инфрақұрылымға бөлініп, бұл болмаған нәрсе. Бұл 15 жыл бойы бөлінетін болса, жаңа айтып отырмын, 1.200 миллиард теңге. Барлық бүкіл әкімшіліктер, жергілікті әкімшіліктер өздерінің болашақтағы құрылыс, қандай құрылыс салады, қай жерге қандай жаңағы желілер апарады, өздерінің жоспарлай алады кешенді түрде.
бұл бірінші рет жасалып отырған үлкен осындай бір ұзақ мерзімді бағдарлама болып отыр. Бағдарламаға негізі қанша қаражат қарастырылған дейсіз осы 15 жылда? Қазіргі қарап отқан қаражат 1 триллион 800 миллиард теңгеге қаражат. Қателеспесем 1 триллион дегеніміз бұл бірқатар мемлекеттердің, посткеңестік мемлекеттердің бір жылдық бюджетінен артық сома емес пе? Иә, кейбір мемлекеттердің үлкен қомақты қаржы. Енді осы 1 триллион 800 миллиард теңге қаржы бюджеттен құйылатын болса, оған 16 триллион теңге жеке инвестициялық біздің есебіміз бойынша құйылады деп болжамдап отырмыз. Бұдан басқа жыл сайын 25 мың қосымша жұмыс орындары ашылады деген ойдамыз. 500 миллиардтай салық төленеді осындай кездегі деген болжамдарымыз бар қазір. Енді қазір құрылыс жеке тұрғын үй саласында 200 мыңдай жұмыс орны жыл сайын жұмыс істеледі, оған қосымша 25 мыңдай жұмыс орны ашылады деп отырмыз. Ал енді осы бағдарламаның екінші үлкен бағыты ол кредиттік тұрғын үйлер, 250 мыңдай кредиттік тұрғын үй жинақ банкісі арқылы осы салымшыларына бағытталатын болады. Бұл жерде де үлкен қомақты қаржылар, өзіңіз белгілі, самұрық қазына жылжымайтын мүлік қорына және бәйтерек девелопмент КИК акционерлік қоғамдарына бөлінген қаржылар болатын 277 миллиард теңге. Бұларды осы 18 жылдан бастап осы акиматтар арқылы құрылыстар жүргізілетін болады. Бұрын мына акционерлік қоғамдар жүргізетін болса, қазір 17 жылдың аяғына дейін бұлар бітіреді. Құрылыстарын создеп 18 жылдан 31 жылға дейін акиматтар, жергілікті әкімшіліктер құрылыс жұмыстарын жүргізетін болады. Бұл үлкен шаруа. Мұнан басқа жыл сайын мысалы 25 миллиард теңге қаржы бөлініп, 3000 пәтер салынатын болады. Ол мынау әлеуметтік алжыбас топтарына, мысалы мүгедектерге, бірінші топтағы және жетімдерге салынатын өзі мынау коммуналдық меншіктегі тұрғын үй қоры болады. Бұл тек жекешелендіруге жатпайды, бірақ осындай алжыбас топтарға бөлініп беріледі. Сатып алу құқылары болмайды ғой? Сатып алу құқығы болмайды. Мұнан басқа енді мысалы сұранысты ынталандыру үшін ипотекалық кредит алған азаматтарға кредиттерін төмендету үшін субсидия төленетін болады мемлекеттен. Мысалы 17% мысалы банк, екінші деңгейлі банк кредит беретін болса, соның 7% субсидияланатын болады. Ипотека алатын азамат 10%-бен алатын болады. Бұл жерде біз 8 мыңдай мысалы қарыз алынады деп отырмыз, 8 мың пәтер алынады деп отырмыз бұл бағдарламада бағытта. Екінші мынау сұранысты ынталандыру мәселесі, ұсынысты ынталандыру мәселесі. Бұл жерде жеке құрылыс компанияларына мысалы үй салам деп жатса, кредит алып жатса 17%-бен оған субсидиялау мәселесі, оғанда жыл сайын мысалы 11 миллиард теңгеден қаржы қаралып отыр. Енді 10%-ның мөлшерінде кредит алып үй салуына болады. Бұл салада да біз жыл сайын 10 мың пәтер үй алу болады деген болжамымыз бар. Бүгінгі сұхбатым нұрлы жер тақырыбында болады дегенді естіген менің бірқатар әріптестерім, олар жас отбасылар. Бұл бағдарламада жас отбасыларға мәселесі қарастырылған ба деп мен сұрақ қойып жатырды, соны сұраңызшы деп. Енді жас отбасылар бар, басқа да мемлекеттік қызметкерлер бар, дәрігерлер бар, мұғалімдер бар. Бәрі де осы мынау тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінің жүйесі арқылы жұмыс жасауға болады. Барлығы да өсіп пәтер алуына болады. Біз қазір есептедік, жеке тұрғын үй құрылысына салынған, мысалы тұрғын үй жинақ банкісі арқылы қаржыланатын болса, 5%-бен жыл сайын. Алғашқы 5 жылы 700 мың теңгеден келетін болса, онан кейінгі төлемдер 10 жыл бойы 56 мың теңгеден екен. Бұл енді көтерімді қолжетімді баға деп ойлаймыз. Бұл салада осындай бір төмендетулер жұмыстары жүргізілетін болады. Ал мынау кезекте тұрған азаматтардың бәрі мынау тұрғын үй жинақ банкісінің, құрылыс жинақ банкісінің салымшылары болып, жеңілдетілген мысалы займдары 5%-бен мысалы несие алып пәтерлерін алуына болады. Түсінікті. Енді мана отырыс барысында қорғаныс министрі бір алаңдаушылық білдірді өзінің әскери қызметкерлеріне. Әскери қызметкерден ұмытып кеткен жоқсыздар ма бұл бағдарлама аясында осындай ұсыныс айтып еді ғой? Ол бағдарламаға кіретін болады, оны да біз қарастыратын боламыз. Енді бұл жерде де айта кету керек, қорғаныс саласының азаматтар қызметкерлерінің өзі біраз 30 мыңнан аса қызметкер бар екен. Осы тұрғын үй
мұқтаж. Бұл мәселені біз осы бағдарламаның аясында шешетін боламыз. Түсінікті. Енді қайтадан сол манағы тегін 10 сотық жерге қайтып оралатын болсақ, енді өзіңіз білесіз, биыл жер мәселесі аса көп талқыланды елімізде. 10 сотық жер мәселесі деген қазір үкіметтің өзі инфрақұрылым тартылмаса, ол жерге жерді тегін беру құқылы емес, бере алмайды. Ертең оны беріп қойсақ, ертең азаматтар шулайды, су қайда, жарық қайда, тағысын тағы деген секілді. Әлгінде айтып кеттіңіз, 600 мыңдай азаматқа осы 15 жылда жер телімі беріледі дедіңіз. Соның бәріне үлгересіздер ме, беріп, инфрақұрылымын тартып, қаржы жете ме? Осы бағдарлама бойынша қаржы қаралып отыр, жаңа айтып отырмын, енді 80 миллиард теңгенің 30 миллиарды осы жеке тұрғын үй саласына бағытталатын болады. Жыл сайын 42 мың жеке, мысалы 10 сотық жерлер беріледі, 15 жылдың ішінде 630 мың жеке тұрғын үй салынатын болады. Енді қаржы қаралғаннан кейін бұл мәселенің бәрі шешіледі. Енді айта кету керек, республикалық бюджеттен берілетіні ол су мен электроэнергия, электрожелілеріне, су желілеріне беріледі. Қалғанның бәрі жергілікті бюджеттерден бөлінетін болады. Өзіңіздің әңгімеңізді айтып кеттіңіз, мәселен Астана қаласы бойынша 100 мыңнан астам осы жер теліміне кезекте тұр. Бірақ бас жоспарда қарастырылмаған. Сонда ол қалай болмақ сонда? Жер берілмейді деген сөз бе, әлде Астана бұл жыл Астана, Алматы қалаларында бірінші дамитын ол көп қуатты тұрғын үйлер. Біз көп қуатты тұрғын үйлерге көп көңіл бөлетін боламыз. Қаржыда қомақты қаржылар осы Астана, Алматы қалаларына бөлінеді. Инфрақұрылымға да жаңағы кредиттік тұрғын үй жинақ арқылы салынатын көп қуатты тұрғын үйлер көп салынатын болады. Енді басқа өңірлерге қарағанда едәуір көп қаржы бөлінетін болады. 2 есеге дейін мысалы сізге дейін. Сосын тағы бір ұсыныс ретінде өңірлерді бірыңғай бір құрылыс компаниясын бекіту сондай ұсыныс жасалды. Бұл сонда ол қалай болмақ? Қалай таңдалады ол компания? Ертең біреудің бір мүддесін қорғап, өзінің бір компаниясына келіп қоймаймын деген сияқты мәселе. Ондай мәселе болмайды деп ойлаймыз. Өйткені жергілікті жердегі құрылысқа жергілікті акиматтар, жергілікті атқарушы органдар жауапты. Енді бөліп беруге де болады. Мысалы 100 гектардан мысалы жаңағы жоба бойынша бөліп архитектураға келбеті дұрыс болса болды бізге. Сосын жаңағы бағадан, қойылған бағадан аспаса болды. 100 мың теңге шаршы метр деп отырмыз. Енді бірінші талаптар сол. Архитектура жаңағы келбетінің дұрыс болғаны, бірыңғайлы болғаны, сосын жаңағы бағадан аспағаны. Ода бағадан асып кетіп жатса, мысалы енді сейсмикалық жағдай бар, мысалы әкімдер айтып жатыр, ол жерде біз типтік түрде 5 климатикалық өңірге типтік түрде үлгілі жобалар жасайтын боламыз. Енді бағалар онша көп былай қалай айтсақ екен, айырмашылық болмайды. Көп айырмашылық болмайды деп ойлаймын бағалардың. Соңғы сұрақ, бізде уақытымызда шектеулі. Мәлімдетіңіз, осы пилоттық жоба. Пилоттық жобаның аясында қанша азамат баспанамен қамтылады? Сондай болжам бар ма? Пилоттық жоба болғанда біз облыс орталықтарында бір келбетті архитектуралық келбеті бірыңғай болсын деп жасап отырмыз. 1-2 жылға дейін көреміз. Соның нәтижесі бойынша талдау жасаймыз. Ол дұрыс па, дұрыс емес па? Ал облыс орталықтарына басқа бүкіл аудан орталықтарында, ауылдық орталықтарда тұрғын үй құрылысы жүре береді. Түсінікті. Мархабат Жайымбетұлы, өкінішке орай бізге берілген 15 минутта өз мәресіне келіп жетті. Уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, осындай маңызды ақпараттармен бөліскеніңіз үшін алғысымды айтамын. Рахмет сізге. Жұмысыңызға сәттілік, табыс тілеймін. Рахмет. Бүгін бізде қонақта еліміздің ұлттық экономика министрлігі, құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы Мархабат Жайымбетұлы Жайымбетов мырза болды.